Ассалаумағалейкум, құрметті Шымкент қаласының тұрғындары. Жақын арада өзімнің КН Vista мейрамхана тойханамның ашылуына шақырамын. Күтеміздерді, келіңіздер. Өте сәтті өтсін деп тілеймін. Керемет болады. Қайрат Нұртас. Bismillahirrahmanirrahim. Ух ты! Не деген шақыру болады мынау. Bismillah. Не жазған осы? Шахризада ханым, Динара ханым, Индира ханым, сіздерді 7.08.2025 жыл сағат 19:00-де өзімнің жаңа авторлық КН Vista мейрамханамның арнайы қонағы ретінде шақырамын. Қонақ ретінде сіздің келуіңіз үшін үлкен құрметпен Қайрат Нұртас дейді. Рысқұлова 2/5 КН Vista бар дейді. Құдай қаласа ашылу салтанаты керемет өтсін иншалла. Құтты болсын. Қараңыздаршы, мынандай фуршетті кім істейді, қараңыздаршы. Конечно, біздің ляска. Әні, қараңыздар, қандай керемет. Супер. Ризамын. Алла разы болсын баршаңызға. Құтты болсын тағы да. Құтты болсын! Ya қосылмайсың. Давайте шынайы жанашырлар, бисмилля деп айтайық. 3, 2, 1. Кәсіп құтты болсын. Әрбір кәсіпкерде жұмысы болсын. Ендеше қазақы дәстүрмен тамаша шашулардан алып, бисмилля деп мейрамханамызбен таныс болыңыздар. Ішке қарай кірейік ендеше, мархабат. Қонақтар, мүмкін болса, ережемен бір-бірімізді құрметтеп, бір-бірімізді бағалап. Ертеңгі ашуға қызу дайындық болады ма? Күшті дайындық болады ғой, қыздар. Сания? Бізде дайындық. Ертеңгі ашуға күшті дайындық. Өше қонақ сияқты. Мынау Гүлекеңнің Гүлзира деген шампунь бальзамы. Гүлекеңнің бренді шампунь бальзамы. Ертең историяны көп салған адамдарға беріледі тапсырасы. Қыздар дайындап жатыр. Қырғын дайындық болады мына жерде енді. Нағып хит жазбай қалдым десем, Қайратпен ерін арқысап, еңбектен ән шығып қазір. Бірден хит болғысы келеді дейді. Бір 5-6 сағат студияда отырып ән жаз десек, ерінеді дейді. Ал Қайрат қалай еңбектенді білесіздер, өзінің жаңағы арман әнін шыққан кезде Қайрат өзі еркінде баласы болмаша жиі сырласамыз. Кейбір сәттерде сұрадайды, аға мынандай болды, не істесем батыр. Сол кезде да марапатқа бардым дейді, арман хит болып жатқан кез барып, мынау әнді мен орындаймын дегім, жаңағы киоскінің сатушы қуып жіберді дейді, жоғалып жүрді. Жоқ, ол қыста ғой, ана суықтан мұрны ағып тұр өзінің. Басында қара пикі шығып, құлақ қалқандай шашалып тастаған, үстінде қара әшінді көпкі. Маған зат көтерсе ораған ғой, бір сіңілім тұрмысқа шығып, қайтыс болған әпкемнің қызы тұрмысқа шығып, соның бүкіл затын алып жүрем ғой жаңағы не деп. Соны көтерсесін деп, манталарка, дубленка, ошым аяқ киім бәрі ғой ішіндесі. Сөйтсек, марапатының ортасында тұрмын ғой, сөйтсек, яқтан арман деп қайрат. КН ресторанның негізгі тамақтарының бірі, біз мына VIP кабинкіде Гүлекең бар, барлығымыз өзіміз отырып шай ішейік болып отырмыз қыздар, төменде қонақтар билеп жатыр, ән салып жатыр. Біздер өзіміз отырып шай ішіп отырмыз. Шайдан ақ қояқ, құтты болсын Гүлеке. Бастайық деп біздің Ләпәсе ханым мен Айгүл ханым. На счет 3, давайте бәріміз бірге. 3, 2, 1. Қосылмайсың. Давайте шынайы жанашырлар, бисмилля деп айтайық. 3, 2, 1. Кәсіп құтты болсын. Рахмет, мама. Құтты болсын.
жаным берекесін берсін. Осындай әрқайсыңызға жұғысы болсын. Қуаныштымын. Осындай шым қалада бірінші рет ашылып жатыр енді КН Виста. Мама көбейе берсін. Тек жақсылық тілеймін баршаңызға. Рахмет. Өткенде айтқан болатынмын, енді бұл КН Виста болғаннан кейін Қайраттың ыңғайлы уақыттарында осы жерде туған күн құдалық өткізгендердің бақыты бар деп ойлаймын. Өйткені өткенде айтып кетті, бәріңіз түсіндіңіздер, осы жерден Қайратты көріп бірге қуаныштарыңызды бөлісе алатын боласыздар. Алла бұйыртса. Керемет кәсіп, көңілді кеш бір-бірімізді қолдайық. Міне осындай керемет кеш ашылып жатыр. Мінекей күн демей түн демей жігіттер жасап жатыр. КН Виста деп. Қаншама адам, мінекей бәріміз көріп жүрміз. Мен повардарға жаңа өзімнің тағамдарымды үйреттім. Майғамыр және Альгадағы. Міне КН-ді бүгін жасады. КН Виста. О, Жібек! Туған күнің құтты болсын. Ей, жаным. Мұны мен Ереке мен Айгүл Сәлемнің қызы Жібек. Бүгін туған күнін осында көреді. Е? Ал қазір енді менің тағамнан дәм татып көреді. 2 тамақтыра пісіріп үлгердім. Кетіп па? Жеп көрейге. Ал қыздар отыра қалыңдар. Мен келдім болып тұр ғой. Үйде свет жоқ. Сол үшін лучше демалайын деп жақтыртып саунаны тап-таза суын ауыстыртып қазір демалатын боламын. Бұйыртса. Ал елдің бәрі кетіп қалғанда мен келдім Прима салонына. Слай. Бүгін өзіме өзім қарайтын күн. Маникюр, педикюр, шаш деген сияқты. Бәрін реттеп аламын. Бұйыртса, ертең менде түсірілім. Мінекей Прима салонына келіп қалдым. Бұл жаққа келуім себебі. Негізі әйелдерге бір күн уақыт керек та. Шаш бояту, қырықтыру деген сияқты маникюр, педикюр. Бұл жерде 1 сағаттың ішінде барлығы кетеді. Бұл приватный всегда осылай. Сол үшін бұл жаққа асыған және неке қыздар өте әдемі жасайды барлығын. Прима салонына асығыңыздар қыздар. Уақыттарыңызды үнемдейсіздер бір жағынан. Бір жағынан сапалы жұмыс. Тамириста бүгін тағы да керемет дем алды. Нереке шашлығы қалай екен? Жақсы екен? Жақсы екен. Парды честно очень парғып күштілеп жасап қойды. Бұл жақта хамам. Бұл жақта осында керемет честно очень күштілеп тұрып бұл жасап қойды. Кешкі шайдың орнынан Нұрекең бәрімізге қауын сойып беріп жатыр. Улап-шулап өзіміз тойдан келдік. Түн жарымда осылай. Ас болсын, Заңғар. Күшен ме? Күшен ме? Қай? Үйде душ алмай жақтыма. Жүрегі Шымкентте. Үйім